Ассаламу алейкум бәрдеріне. Құрметті достар, мен бүгін осындай бір не жасайын деп едім. Лиса деді ғой мынау. Құрылысқа неге? Міне мынандай. Бұлай биіктігі 2 метр, бұлай 2-де 40. Жаңан баспалдақ и дөңгелектермен болады. Міне өзім сызып қойдым. Осылай кесем. Мынандай дөңгелектер сатып алдым мынандай. Жақсы айланады подшипнигімен. Мына жерде несі бар, тормозы бар. Міне тоқтататын. Әрбір итеріп жүргеннің Лиса неге керек? Құрылыс істегенде, бояғанда, сылағанда, сол үшін мықты болсын деп материалдардың бәрін алып қойдым, инструменттерімді дайындап қойдым, қазір жасаймын. Міне кеше көріп сатып әкелдім. Мынау 4 пішті профтруба дейді, қабырғасы 3 мм, 5-те 5. Мынау 4-те 4, 2 мм. Енді жеңілдеу болсын деп ол баспалдақ ана мынауына кетеді. Ал енді ана нелерге салмақ түсетін жеріне 3 мм-ліктер кетеді. Содан кейін түсіріп атқанда көрсетемін оның енді. Қалай істеймін. Былтыр алдым мен бір бауырдардан алып істегенбіз. Өте керек нәрсе енді. Жеңіл болсын, биіктеу болсын, содан кейін үстіне тағы да мынау 2 метр болса, мынау 2 метр болса, мына үстіне тағы да 1 метр қосылатындай жасап қоямын. 3 метрге созылатындай. Енді істеп атқанын көрсетемін оның енді. Темірдерді кесіп қойдым. 2 стойкасын. Содан кейін мынау 4 стойкасын, 2 несін. Мынау үстіндегі ана 1 метр қосатын. Енді мында бір құрылғы істеп жатырмын. Қазмағам 21 штук кесу керек. Ана металдан. Енді әрқайсысын өлшемейтіндей. Мен мына темір кесетін неге осындай не жасап жатырмын. Мынаны бұрақ қойдым осылай. Енді қазір мынау осындай тоқтататыны болады. 70 сантиметр. Мынадан өлшеймді. Тығып кесе берем. Сонда бәрі біркелкі болып түседі. Осылай жасап қойдым. Мынаны қысып қазір пысырам. Мынаны түгелінің недерін шығардым. Размердарын. Енді мынадан да тесіп қойдым. Міне бұлай. Осындай міне болды. Осылай тұрады. Şimdi жаңан қысылады уже гайкамен немен тартылып. Бәрін тесіп қойдым солай, жанында жоғар жағында қосылатын. Енді қазір мына жерлерін пысырам. Міне түгелін дайындап қойдым. Қазір маған нені ғана шығару керек болды. Мынаны диагоналін шығармасам ертең қисық болып кетеді. Енді мынаның баспалдақтың арадары міне 32 сантиметр болды. Міне 32 сантиметр. Мына баспалдақтан маған солай бөліп тастадым арадарын 32. 6 баспалдақ болды 2 метрге. Ана жағында жасап қойым, үстіне қосылатын 1 метрліктер міне мынау. Қазір пысырам, екіншісін пырам, соның жаққа ана дөңгелектің пластинадарын пысырып тоже тесіп, дөңгелектерін отырам. Содан кейін көрсете жатармын. Олдым пысырып, міне 6 басқы шықты. Енді мұны енді егелейтін жерлерін егелейін де қойып. Енді екінші жағын жасау керек. Содан кейін бәрін жинап, әбден болғаннан кейін енді дөңгелектер бар басында. Оның бәрін болғаннан кейін бояйым мұны мен. Біреуін дайындап қойдым, пысырып. Міне шоқтарын көрсетем. Қысып қой. Пысырып атырым. Міне біркелкі размердермен мынадан мен сызық қойған. Сызықтарым бар. Әр баспалдақтың сызықтары. Сол сызықтар отыр. Мынаны қазана пысырғанда бұл тартады металды.
соны қисайып кетпеу үшін астынан былай зазор қойдым. Міне жаңа да мына профтрубаның ортасына келсін деп қысып қойдым. Енді қазір пісірем бұны. Мынаның қоспасын былай істедік. Мұндай тестік 14-ке тесік. Тура ортасынан қалыңдығы міне 5 мм. Мынаның өзіге қоямыз да былай. Мына болт шайбысымен. Мынаға да білмейсің қалай қанша жүргізу керек. Мынаның қоспасы ғой үші. Міне. Бұлай етеміз де, міне қазір бұлай қысып, күттермен тартып, пісіріп тастаймыз. Осы шажат. Бұлай етіп қойды. Содан кейін мына болттарға анасына тағда болады. Мынадан бұлай қартай диагональдар кетеді. Мынаның бетіне не жатады? Опаловочный фанера. Осындай бір леса жасап жатыр міне. Мынаның биіктігі 2 метр, ана аяғымен 15 болады. Міне, бұлана жұмыс істеуге жеп-жеңіл жүріпті. Бұлай 2-де 44, бұлай 2 метр биіктігі. Енді бір проблема, мынау 2 метр ғой. Осыны тағда 1 метр қосатын деп жасағал жатырмын. Соны анан ішке қалай кіргізем, егаттырға профтрубаның ішіне 1 метр. Міне кесіп алған. Мынау міне 1 метр ғана үстіне қосылатыны. Енді мынаға осылай жасайын десем, мынау былқылдап жатыр. Ойлаған бұлай пластинадар варить етем бе деп. Оған содан кейін мен не істедім? Бұлай кесіп алдым да міне. Міне мынарадан балғаршымен бұлай кестім диагональмен. Соң осындай екеу шықты. Осы 40-тан. Мынау 50-де 50, қабырғасы 3 мм мынаның. Мынау 40-та 40, қабырғасы 2. Соң осылай істедім міне. Осылай сваркет тастадым. Енді мына ішіне кіреді. Мынаны біреуін жасап қойдым. Плотно кіреді. Осылай енді біреуге керек бұл қалатын шаш істегенде. Осындай әдіс салық салайын деп. Жарайды жүріс достар, кімге керек. Мынау біздің леса, мынау міне 2-де 10-дық размері. Міне 1 метр қосылды, мынау 3 метрдегі. Осылай болады. Мына жерден қосылады міне. Болтпен қысылады. Қазір көрсетемін қалай етемін мұны. Жолдастар, мына леса бітті. Мына 1 метр қосылатыны міне мына бір жағы, әне екінші жағы. Бұл енді мұның бояу ғана қалды. Бояп, потом үстінен тақтайын бұрау керек. Ана опалубқа қоятын фанера бар ғой. 1,5 сантиметр соны бұрайым. 2-де 40, сондағы размерге істегем. Міне. Бәрі бітті. Бояу ғана қалды. Енді бұны бояу үшін ар жақтағаны бітіріп бірақ бояйым. Тағы біреу бар жасайтын кішкентай. Сол екеуін бірақ бояйым. Бітті. Енді бояғанды ғана көрсем, қалған енді сала берем осыны. Кімдерге қандай сұрақ болады, жазыңыздар. Заказ берем дейтіндерің болса, жасап береміз, сіздердің размердарымен істеп береміз.